Assalamu alaikum. Бүгін айт мерекелеріңіз құтты болсын. Мінекей осы мүмкіндікті пайдалана отырып сіздерді құттықтап қояйын. Айттан айтқа жете берейік жаңағыдай. Бүгін өте маңызды ақпарат. Біз осы бортымызды осай суғарып жатқан кезде бір уақытта өзі жаңағы басылып қалады. Басылып қалып жаңағыдай ішінде ауа аз болады. Жаңағы метан газы өндіріледі ғой мынау. Көңнің ішінде метан газы пайда болады да. Жаңа шамдарымызға керек емес. Сол кезде біз сол метан газды ара-арасында шығарып тұру керекпіз. Мен қателігімді қайталамаңыздар. Мен басында білместіктен жаңағы айырды салып, бірінші жаңағы сабандарды бір шетке қойдым да, кейін айырды салып осай аударғам ғой. Олай істеуге болмайды екен. Мен қазір қалай дұрыс жасауын көрсетемін. Бір қолмен сәл ыңғайсыздау екен. Сонда да ең маңыздысы сіздерге жаңағыдай қалай дұрыс аудару керектігін көрсетемін. Мінекей, мыналай сабанды шетке аламыз. Сосын мына айырды салып, саламыздағыны жерге дейін. Сосын бұлай осай сәл көтереміз. Көрдіңіздер ме? Қазір сәл ұстап тұрамыз. 1, 2, 3 дейміз, жібереміз. Жаңағы осындай кезде жаңағы метан газ білесіздер, газ жеңіл болады, одан жаңағы неден шығып кетеді, ар жаққа кислород барады. Мінекей, тағы да. Мінекей. Раз. Шылаушандарымыз көрсек болады. Мінекей. Бұл жерде жақсы. Шұбалшандар күннен қашады. О күннен қашқан кезде солардың күннен қашу несінде біз өз пайдамызға асыруымызға мүмкін инстинкт. Шылаушандар күннен қашады, сол инстинкті біз өз пайдамызда, өз шаруашылығымызда пайдалансақ болады. Оны кейінгі видеоларда айтатын боламын. Мінекей, бұлай осы ашамыз. Демек, осылай аудар жіберудің керегі жоқ. Мен өткенде солай аудар жіберіп, жаңағыдай бұндай аудар жіберетін болсақ, астындағы кокындары бар, биогумус бар, басқасы бар, барлығы араласып кетеді. Біздің неміз жаңағы дұрыс болмай қалады. Ішіндегі өздерінің жолдары бар, жүріп не қылып қалған, солардың бәрі системаның барлығын бұзып тастайды екенбіз да, аударған кезімізде. Енді сіздер оны қайталамайсыздар, уже білесіздер, жаңағыдай осылай қазір көрсетіп алғандай істей саласыздар. Мінекей. Осылай, көріңіздер ме? Осылай қатты неғып жібермей-ақ қойық. Мына жақта шылаушандарымыз үзіліп кетейін деп жатыр. Жарты денесі ар жақта, жарты денесі бер жақта болып жаңағыдай. Сәл тұрамыз, жібереміз. Болды, все. Міне, мен мына жерді аударып шықтым. Енді үстіне жаңағы өзінің сабанын осылай төсей саламын. Мінекей. Арасында ылғалдықтарын да тексереміз жаңағыдай. Төбеге шығамыз. Осылай төбеге шығамыз. Осы басып. Мінекей. Көріңіздер ме? Даққа көрсетіп отырмын. Сіздер де осылай, енді қазір бір қолмен істеуге маған ыңғайсыз. Солай сіздер де бір шетінен бастап, осылай жаңағыдай до конца апарамыз. Ендігі бір айтып кететін жағдай, мына мен бортымды ұзын қылып қойдым, және арғы беттен маған доступ жоқ. Мен арғы беттен жүре алмаймын. Сондықтан мен төбені аудару үшін, жаңағы ауа кіргізу үшін, мен борттың үстін басу керек боламын. Ол да сәл ыңғайсыздық. Сондықтан сіздерді ондай болмас үшін жаңағыдай ар жақта адам өтетіндей жол қалдырыңыздар. Адам өтетіндей жол қалдырып, және мына беттен ар жаққа шейін 1-2 метр болса, чтобы ыңғайлы, аударғанға ыңғайлы болсын. Сонда мен қателігімді қайталамаңыздар. Сөйтіп аударып шығасыздар. Шұбалшандардың жағдайы жақсы. Бұларды жаңағыдай ешқайда қашпайды екен. Осы бір жайында мен ойлаған басында жаңа не жаққа құрғаққа шығып кетіп, жаңағы іздеп теріп жүрем деп ойлағам. Бұлар ешқайда қашпайды екен. Жаңа өзінің азықтарының ішінде ішіп, жеп, көбейіп, жаңағы еш жерде қашпайды, наоборот көбейіп, өздерінің жұмысын жасай береді екен. Бүгін осымен видеоны тамамдайық.
Назар салып қарағандарыңызға рахмет. Енді Қазақстан жан-жақтарынан адамдар хабарласып, өзінің комментарияларын жазып, лайк басып жатыр. Сіздерге рахмет. Білмегенімізді бірге үйреніп дегендей. Өткенде тағы бір айтып кете салайын. Осы орайда өткенде майкене деген талды еккен едім. Сөйтіп бір оқырманымыз ол өте улы зат деп жаңа жазды. О кісіге де рахмет. Мен оны білген жоқпын, сондықтан білмегендіктен жаңағы егіп тастағам. Акасы ол жаңа улы зат болған соң, мен оны алып, жаңа үйде бала-шаға бар, өзіміз бар дегендей, сақтансаң сақтаймын дейді ғой, жаңа олардың барлығын жұлып тастадым. Мына жеттегі, осы жерде тұрғанда. Осы жерде тұрғанда, төбедегіні, жаққа көп жүре бермейміз. Осы төбедегін біразын қалды, 4-5 қалды енді. Сонымен мынау көк шөп жұлып кептіріп, енді келешекте 10 квадрат толған соң мен оларды жаям ғой, үлкен объемға жаңағы. Сол кезде солардың үстіне жайып қоюға шөптерді құрғатып, қазірден дайындық жасап жатырмын. Ал ендеше осымен тоқтатайық. Баршаларыңыз аман сау болыңыздар. Лайктарыңызды аямаңыздар, комментария жазып, подписка жасап өтіңіздер. Сау болыңыздар.